Салтыңды жоймағаның, халқыңды ойлағаның деген сөз қалай тауып айтылған десіңші? Түсіндім әлен. Тұрақты айдарымызға кезек келіп қалыпты. Адамның бір қызығы бала деген деп, Абай атамыз жырға қосқан сәбилердің біздің өмірімізде алатын орны ерекше. Олардың дүниеге келуі ерекше қуаныш, ерекше той. Осындай той қуаныштарда орындалатын қазағымыздың салт дәстүр, жөн жоралғылары өкінішке қарай бүгінде заманауи жаңғырып, өзгеріске ұшырап жатқаны белгілі. Мұның бәрі әрине салттың атын біліп, бірақ орындалу тәртібінен хабарсыз болғандықтан. Я, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Бүгінгі таңда салтымызда орындалған қағидалардың бірі сары майдай сақталып, бүгінгі ұрпақ еншісіне тисе, бірі өткен күндер еншісінде қалған. Ал енді бірі өңін өзгертіп жетіп отыр. Сондай өзгеріске ұшырап жеткен салтымыздың бірі шілдехана. Шілдехана дүние есігін енді ашқан жас нәрестенің құрметіне жасалатын ойын той, сауық, сайран. Шілдеханаға шақырумен де, шақырусыз да бара берген. Балаңыздың бауы берік болсын деп келген әр адамды құрметтеп қарсы алған. Кешке қарай өнерпаз жастар жиылып, ән шырқап, күй шерткен, өлең жыр айтқан. Шілдехана өмірге адам келгенінің және оған қуанудың бір белгісі. Ауыл адамдары шілде күзетіне қатысып, жастардың өнерін тамашалаған. Сауық сайран таң атқанша толастамаған. Жаңа босанған жас ана, сәбиін бауырына алып, қуанған адамдардың жылы ілтипатына бөленіп, сәбиін дүниеге әкелген кездегі қиналғанын ұмытып, 12 мүшесі балбырап, рахат сезімге бөленіп, шымылдықтың ішінде жатады. Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді деп этнограф ғалым Григорий Потанин айтпақшы, халқымыз бар тірлік тынысын әуезді әнімен, нәрлі сөзімен өрнектеп отырған. Жаңа ғана өмір есігін ашқан сәбидің құлағына ұлтының әуезді әні, күмбірлеген күйе сіңіп, ән жыр бесігінде тербелген. Осыдан кейін қазақта әуезді ән салатын, күмбірлетіп күй шертетін, суырып салма өлең шығаратын адам көп болған. Рухымыз бен болмысымыздың әлсіреуіне, ұлттық құндылықтарымызды ұмытқанымыздың әсері бар болғанын бекер дей алмаспыз. Тағы бір айта кететін жай, жаңа туған сәбидің жолдасы жайлы. Бұрынғы әжелеріміз баланың жолдасын алып, жуып, орап, аяқ баспайтын, үйт құс жоламайтын жерге қастерлеп көмген екен. Баланың жолдасын жуған әйелге де кәде берген. Жолдасы далаға тасталса, әйел ауруға ұшырайды деген сенім болған. Әйел қыз туа берсе, босанған әйелдің басынан айналдыратын да ырым болған. Сонда келесі бала ұл боп туады деген сенім болған. Халқымызда шындыққа жанасатын әр сәбиін босанған сайын анасының тісі босайды деген ұғым бар. Босанған соң келіншектердің тістері босап, түсіп жатады. Мұны шілде қаққан дейді. Жаңа босанған әйел итке кет демеген, тісі түсіп қалады деп сенген. Жас босанған келіншек қолын, аяғын суық суға батырмауға, салқын су ішпеуге тиіс. Олай жасаса, омырауы ісіп, балқып тұрған денесі ауруға ұшырайды. Енесі келіннің іші қалпына келу үшін оның белін буғызады. Тісің түсіп қалмасын деп, орамалмен жағын таңып, суық су ішкізбеген. Шашың түсіп қалмасын деп, келіннің шашын тас қылып өріп тастаған. Ырымға қырын қарама деген халқымыз. Ырым тыйымның түбінде халықтық дүние таным жатыр. Ырым арқылы туындауы мүмкін қауіп қатердің алдын алған.